Ал алдағы уақытта тағы бір салық түрі енгізілуі мүмкін. Ол бойдақ қыз жігіттерге қатысты. Бір басыңыз екеу болмаса, мемлекетке салық төлеуіңіз ғажап емес. Бойдақ салығын ұсынған депутат Болат Керімбек кеш үйлену үрдісіне алаңдап отыр. Айтуынша кеңес дәуіріндегі талапты қайта енгізу керек. Бұл жаңалық басынан бұрын малын екеу ете алмай жүргендерге ұнамаса керек. Көпшілік қарсылығын білдірді. Елімізде 18-ден асқан қанша бойдақ бар, салық салынса, олар қанша төлеуі мүмкін. Тақырыпты әріптесім Алмагүл Тастанова зерттеп көрді. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сүйенсек, 2021 жылы бойдақ жігіттердің саны 4 миллионға жеткен. Белгілі болғандай, олардың қатарында жігіттердің үлесі көп, 1.959.000. Кеш үйлену үрдісіне алаңдаған мәжіліс депутаты мұның бір шешім ретінде салық енгізуді ұсынып отыр. 35 жастан асқан сұр бойдақтарға салынбақ. Енді кезінде орта жас некелесудің 25-26 жас болған. Қазір бұл көрсеткіш 35 жасқа шейін созылып кетті. Сондықтан бұл алаңдататын жағдай, өйткені физиологиялық тұрғыда, жалпы медицина тілімен алғанда, әйел адамдардың бала көтеруі, соның ішінде мына ер азаматтардың денсаулығына қатысты мәселе, бұл 35-тен кейін күрделене түседі. Сондықтан елімізде некелесу мәселесі ерте жастан болған дұрыс.